Әрине, Інім оқыды. әрине болады. Қай Қай сыныпта сыныпта оқиды? оқиды? Не кірдім же. Қай сыныпта оқисыз, Бекзат? Жақсы балалар, ендеше қазір мен демонстрация экраны қосып отырмын. Сіздерге көрініп тұр ма букдейтинг деген презентацияның басты беті? Көріп тұр. Жалпы осы біздің байқау туралы айтып өтейін сіздерге. Букдейтинг деген байқау біздің мектебімізде дәстүрлі өтетін байқаулардың бірі. Үздік оқырман клубының жаңағы қолға алған байқауы. Осы байқауда букдейтинг деген байқауды біз 2020 жылдан бастап кәдімгідей апта сайын өткізілетін байқауға айналдырдық. Бұл жерде әр оқушы өзінің оқыған кітабын апта сайын таныстырып, ол туралы оқырмандармен бөлісіп отыру керек болатын. Бұл қазір енді біз карантин уақыты, өздеріңде білесіңдер, осы байқауды біз онлайн форматқа ауыстырдық. Енді біздің Instagram желісінде де парақшамыз бар. Ол парақшаға сендер тіркелдіңдер деп ойлаймын. Міне мына жерде көріп отырсыздар, 67 букдейтинг деп аталатын парақшамыз бар біздің. Осы парақшада біз байқау қатысушыларының бүкіл жұмыстарын жариялап отыратын боламыз. Осы біздің Instagram парақшамызда өздеріңіз көрдіңіздер, Томиристің, Асылтастың жұмыстарын жарияладық, Енді бізге бүгіннен бастап жаңадан түсетін видеороликтердің бәрін осы жерде жариялаймыз. Және сіздердің жұмыстарыңыз қалай бағаланаты туралы ережелерді бір қарап өтейік. Бұл жерде байқау мамыр айына дейін жалғасатын болады. Сабақ аяқталғанға дейін жалғасады. Қатысушылар, сіздер өздеріңіз оқыған кітаптың мазмұнын 1-2-3 минуттық бейнеролик көлемінде түсіндірулеріңіз керек. Әр жұмыс 8, 9, 10 балдық жүйеде бағаланады. Біздің қазылар алқасында өздеріңіз білетін Жайнабердіқұлқызы, Айдана апайларыңыз бар, және кітапханашы Әйгерім апайларыңыз бар. Сол кісілер сіздердің жұмыстарыңызға баға береді. Және бейнероликтерді сіздер мүмкіндігінше енді әрбір аптаның сенбі күніне дейін мынау хэштег арқылы жариялауларыңыз керек. 67 букдейтинг деген хэштегпен. Микрофондарыңызды өшіре тұрыңыздар, балалар, артық дыбыстар кедергі келтіреді. Сондықтан енді қатысушылар осы 67 букдейтинг Instagram парақшасына жазылып қоясыздар. Барлық мынау біздің WhatsApp-тағы да чаттағы хабарландыруларымызды оқып отырасыздар. Және арасында аптасына бір рет біз осы Zoom арқылы, мүмкін басқа да бағдарламалар арқылы онлайн талқылауға қатысып отырамыз. Жұмыстарыңыз эстетикалық талаптарға сай болу керек. Мүмкін сіздерге кейбір кезде мұғалімдер өздеріңіз оқыған кітаптың мазмұны бойынша сұрақтар қоюы да мүмкін. Сол жағында ескеріп отырыңыздар. Осымен енді ереже түсінікті деп ойлаймын. Жайнабердіқызы бастай берейік па? Бір-бірден? Бастай беруге болады. Бізде балалар қош келдіңіздер тағы да. Сәттілік барлықтарыңызға. Алдағы уақытта да бізде осындай байқауымызға, онлайн қосылған байқауымызға әрқайсыңыз өз кітаптарыңызды аптасына бір рет осылай онлайн таныстыруға шығып, таныстыруларыңызға болады. Және одан бөлекте Инстаграмдағы парақшаға өз оқыған кітаптарыңыз туралы жазуға болады. Хэштег арқылы, 67 хэштег арқылы, И сонымен бірге балалар өз кітаптарыңды видеоға түсіріп, оны да сол жерге біз тіркей аламыз. Және осы жерде де сіздер таныстыра аласыздар. Жарайды ма? Бастауларыңызға болады. Кім бізде қазір өз кітабын таныстырады екен? Кітапты қайттан былай таныстыруға болады ма? Қадыржан, сіздің кітабыңызды әлі біз еш жерге жариялаған жоқпыз. Біз тек көрдік. Сіз қазіргі уақытта кітабыңызды таныстырып өтсеңіз болады. Біз бірнеше басынан қатысып келе жатқан оқушыларымыздың біршама кітаптарын біз
Instagram желісінде парақшасында жарияладық, ал сіздікін біз әлі жариялаған жоқпыз, таныстырсаңыз болады. Жақсы, Немесе менің олай болса. таныстыратын кітабым Орынбай Жанайдаровтың болады ма Жақсы, таныстыруға? бастай беріңіз, Қадыржан. Иә, болады. Менің таныстыратын кітабым Орынбай Жанайдаровтың Тоқтамыс хан кітабы. Орынбай Жанайдаров 1901 жылы 15 сәуірде қазіргі Көкшетау облысы Кенесары ауылында дүниеге келген. Тоқтамыс хан кітабында ерте заманнан басталған сөздер жазылған. Ерте замандағы соғыс, сондай таққа талас. Тоқтамыс хан Алтын Орда ханы. Маңғыстау билеушінің Тойғожаның баласы болған. Тоқтамыс бала кезінен ержүрек батыл болып өседі. Оны орыс хан жек көретін еді. Сол себепті одан кек алу үшін Тойғожаның басын шабады. Содан Тоқтамыс ханды да ауыр жарақаттайды. Тоқтамыс хан сарқырамаға қарап құлап кетеді. Сонда сарқырамаға құлаған Тоқтамыс су бетіне шыққан кезде оны Ақсақ Темір көріп, жедел көмек береді. Сөйтіп Тоқтамыс хан жазылады. Ақсақ Темірмен бірге жасақ құрайды. Орыс хан Ақсақ Темірдің жауы екен. Сол себепті екеуі бірге қосылып, одан кек алмақшы болады. Соғыста Ақсақ Темір ауыр жарақаттанып, сол жерде қаза табады. Сосын Тоқтамыс хан орыс ханның алдына келіп, сен орыс хан, мен Тойғожаның баласы Тоқтамыс ханмын. Сенен кек алу үшін келдім деп, орыс ханның басын шабады. Содан кек алып өмір сүргенше, татулықта, бейбітшілік өмірімізде тату болайық. Сонымен бітті. Өте жақсы, Қадыржан. Қадыржан, қандай ой түйдің? Осы кітапты оқығанда, саған оның кітаптың өн бойында қандай бір қызықты оқиға, немесе өзіңе аларлықтай Мен бұл кітаптан түйген болды? Маңызды ақпаратым ешқашан соғыс болмаса екен. Әрдайым бейбітшілік заманда өмір сүрейік. Керемет. Жақсы. Жансая ханым, сұрағыңыз бар ма? Құрметті Балалар, оқырмандар, сұрақтарыңыз болса, қоюларыңызға болады. осы Қадыржанның бізге таныстырған кітабын сіздер оқыр ма едіңіздер? Сіздердің қызығушылықтарыңызды оята алды ма? Қалай ойлайсыздар? Я оята алды. Менің ойымша, я. Барлығымыз белсенді тырысайық, өте жақсы. Бір-бірімізден өзімізге мүмкін іздеп жүрген керек кітаптарды тауып алатын шығармыз, сондықтан сұрақтарымызды белсенді қойып отырайық. Жақсы, Қадыржан, осы кітапты енді сен қалай таңдадың? Сол туралы айтып жүрші. Неліктен осы Тоқтамыс хан туралы кітапты алдың? Себебі өзіме, мысалға, соғыс дегендер өзіме қатты ұнайды. Сол себепті батыр бұрынғы заманның соғысқандары, жеңімпаз болғандарны сондай тұраулы маңызды кітап мен үшін. Сол үшін оқыдым. Соғыс дегеннен гөрі мүмкін сізге тарихи кітаптар ұнайтын шығар, иә? Иә. Тарихи кітаптар болғасын таңдаған шығарсыз. Жақсы, рахмет, Қадыржан. Екінші болып, Тамирис, сізден. Иә, бастай беріңіз кітабыңызды. Бұл Сапарғали Бегалиннің «Замана белестері» атты кітабы. Бұл кітаптың ең басты мағынасы, ол Сапарғали Бегалин, яғни 1900-1928 жылдар аралығында болып жатқан оқиға. Ол Сапарғали Бегалин өзінің басынан өткен оқиға. Бұл, менің ойымша, жасөспірімдерге арналған кітап, себебі бұл жерде Сапарғали Бегалин өзін оқуға және оқуда қандай мақсаттарына жеткен туралы айтып беретін болады. Бұл Сапарғали Бегалин Семей қаласында тұрған, және де оның көп отбасы көп мүмкіншіліктері, яғни бай отбасы болған, және де ата-анасы оның сабақты жақсы оқуын қадағалаған.
Сапарғали Бекалин ол көбінесе қазақ әдебиеті мен қазақ тілі пәндерін жақсы көрген, яғни ол сол пәндерді сүйіп оқыған, кітап оқуды жақсы көрген. Ал ата-анасы оның барлық пәндерді осы жақсы көруін және олардың барлығын белсенді қатысуын сұрайды екен. Бірақ Сапарғали Бекалин осы екі пәнді мен өзімді осы екі пән арқылы алып шыға аламын деп ата-анасына соны дәлелдегісі келеді. Және де ол осы 20 жылдан кейін осыны дәлелдей алады. Яғни ол бір жазушы болып шығады, көптеген кітаптар жазған, және де оның барлығы балаларға арналған. Ол өзінің көптеген оқудағы қиыншылықтарынан, яғни ол бірнеше рет әртүрлі мектептерге және әртүрлі сыныптарға көшкенін, әртүрлі мұғалімдер болғанын және осы әр мектепте қазақ әдебиеті мен қазақ тілі пәнін барлығы бәрі бірде ол сүйгенін айтатын кітап. Және де менің ойымша осы кітаптың басты мақсаты ол Сапарғали Бекалин, яғни балаларға кітапты егер сендердің адам өзіне ұнайтын нәрсені ғана жасау керек, яғни өзі жақсы әсер алатын нәрсені жасау керек. Ол өзіне жақсы болу үшін, яғни егер ол бір нәрсеге жетем десе, сол нәрсеге қалай болса да жету керек. Өте жақсы, рахмет. Қалай болдым? Томирис, рахмет осындай ерекше кітапты таныстырып жатқаныңа. Мен де саған Қадыржанға қойғандай сұрақ қойғым келіп отыр, өйткені әрбір кітап таныстыруда сіз ерекше кітаптарды таңдайсыз, иә? Қазақ әдебиетіндегі өткендегі Қойшығара Салғариннің кітабы, енді Сапарғали Бегалиннің кітабы. Бұл жазушылар өте мықты жазушылардың бірі. Сізге кітап таңдауда ата-анаңыз немесе мұғаліміңіз көмектесе ме, әлде қандай принциппен таңдайсыз осы кітапты? Сол туралы айтып жіберіңізші. Негізінде маған барлық кітаптар ұнайды. Мен ойымша әр кітап осы адамның бір оқуын осындай, әр кітаптың өзінің қызығы болады. Сондықтан маған қандай кітап берсе де сол кітап оқи берем, себебі әр кітап сондай бір ерекше болады. Әр кітаптың бір беретін мәні болады деп ойлайсыз, иә? Иә. Көп рахмет, Томирис. Томириске сұрақтарыңыз бар ма? Жарайсың, Томирис, кітаптарың өте таныстырған кітаптардың мазмұнын да барлығын түсініп оқисың деп ойлаймын. Өйткені айтқан кезде де өте керемет жаңағы көңіл күймен айтасың, өте түсінікті, керемет. Яғни алда да сенің осындай өте жақсы құнды кітаптарды оқып, ол туралы басқа оқушыларға оқуға ұсынып, ол барлығымызға да бір жақсы бір жағынан қажеттілігі болады деп ойлаймын. Жарайсың. Жақсы, ары қарай жалғастырайық. Арафат, дайынсыз ба? Сіздің кітабыңызды тыңдайық. Иә, дайынмын. Мен сіздерге бір алаң жол атты кітабымды айтып берейін деген едім. Бұның жазушы Толымбек Әбдірайымов 1955 жылы Шығыс Қазақстан облысы Аякөз қаласында дүниеге келген. Ол Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің журналистик факультетін бітірген. Және де көптеген кітаптары бар. Мысалы, Дария Шұбат, Ерке құлақ және де Ерке Шорат атты кітаптары бар. Бұл қазіргі Қазақстан Республикасы мәдени қайраткері, Ыбырай Алтынсарин медаль иегері. Бұл бір алаң жолды өзіме ерекше кітап деп есептеймін. Себебі бұл өзі Толымбек Әбдірайымов өзінің басынан кешкен оқиғалары туралы жазады. Көптеген кітаптары бар. Бұл Толымбек Әбдірайымов балалар жазушы ретінде көптеген жерлерде танымал болған. Ол бұл повестің қазіргі замандастарымызға арнап жазған, олардың тағдыр талайы тыныс тіршілігіне арнайы арқау қылып жазылды. Бұл жерде ол тұнжыр повесті және көптеген әңгімелер мен шығармалар, эсселері енген. Бұл кітапты ол өзінің асыл жары Камила Қалиясарқызына арнап жазады. Бұл кітапта ол өзінің әр жерге барған саяхаттары туралы айтылады. Болды. Кітаптан өзіңізге не түйдіңіз? Қандай ой түйдіңіз? Қандай қорытынды жасадыңыз? Бұл жерде көптеген шындылықтар туралы айтылады, әділдіктер туралы айтылады. Неліктен бір алаң жол деп аталды деп ойлайсыз?
адамның өмірі, адамдардың қазіргі өмірі, қазіргі жастардың өмірі туралы жазылған. Сол туралы бұл жерде айтады, бір алаң жол ол қазіргі адамдардың өмірі туралы айтылады. Демек, адамның өмірі бір ғана түзу сызықтан тұрмайды, иә? Солай дұрыс түсініп отырмын ба? Иә, апай. Рахмет, Арафат. Бұл кітапты сізге де сұрағым, Мен бұл кітапты қалай таңдадыңыз? Бұл кітап негізінен маған басында өзім сыныптастарым айтып жүрген, оқып көрсең қызық болар деп. Алып оқып көрдім, өзіме көптеген түйінділер алып, өмірге деген көптеген жолдар ашылды. Шындық дегендеріміз не деген бүкілін түсіндіреді. Арафат, қолыңда кітабың бар ма? Иә. Өте жақсы. Арафат, осы кітапты неше күнде бітірдің? Мен дайынмын. Неше күнде? 2-3 аптада. Тамаша, өте жақсы. Рахмет, Арафат. Олай болса, екінші Серік Сабина, солай ма? Кітабын таныстырғалы отыр. Сабинаны тыңдайық. Мен ағылшын тіліндегі аңыздарды оқыдым. Бұл кітапта ағылшын тіліндегі көптеген аңыздар айтылады. Яғни соның алғашқы оқығаным ол Лорд Георгий жайлы. Бір қызығы, бұл кітаптың авторы жоқ, яғни әртүрлі аңыздардан алғандықтан бұл кітаптың авторы жоқ екен. Бұл кітапта жаңағы алғашқы оқыған мәтінімде бір қыз келеді, жас қыз, қолында кішкентай ғана бөбегі болады екен. Күн, яғни дауыл қатты тұрады, жаңбыр құйып тұрған күн болды. Сонда сол бір бай патшаның сарайына барып есігін қақыпты. Сол қаққан кезінде бір енді жағымсыз әйелдің дауысы шығып, жаңағы айтады, сізге кім керек деген сияқты сұрау қояды. Сол кезінде айтады, сол маған Лорд Георгий керек. Мен сол киімімнің барлығы су болды, тоңып тұрмын, қолымдағы балам да салқын, тоңып қалды. Қолымда өзім балам да тоңып дірілдеп тұрмыз дейді. Кіргізіңізші бізді деп енді өтінеді. Сумаңдаған жаңағы, яғни дауысы жағымсыз әйел айтады, Лорд Георгий қазір жоқ дейді. Ол алыс сапарға кетті, сондықтан да сізді үйге кіргізе алмаймын дейді. Біраз уақыттан кейін ол әйел сол 3-4 күндей бойы сол сарайдың алдында кезіп жүреді екен. Ол әйел өзі кедей отбасыдан шыққан екен. Сол жолы болмағасын Лорд Георгийдан көмек сұрауға барыпты. Ол сол ашпағаннан кейін 3-4 күн бойы сол жерде жүреді, түнейді. Одан кейін Лорд Георгий да оралады. Оралған кезінде айтады жаңағы, сол сізден көмек сұрайын деп келдім деп айтқан, өзінің жағдайын түсіндіргеннен кейін Лорд Георгий қызығады оның жағдайымен. Сосын айтты, кім енді неге кірмедіңіз дейді. Айтады, сол жаңағы осындай әйел мені кіргізген жоқ деп айтып түсіндіреді екен. Сол кезінде Лорд Георгий айтады, олай болмайды дейді негізінде деп сарайына кіргізеді. Сарайына кіргізгеннен кейін Лорд Георгий оны сол арнайы төсек орнын, баласына жастайтын жағдайын барлығын жасап береді. Сосын біраздан кейін сөйтсе ол жас қыз емес екен. Негізінде енді аңыз болғаннан кейін фантастикалық оқиғалар да қосылады бұның арасында. Сондықтан да жаңағы айтады, бұл жас қыз емес екен. Бұл негізінде Лорд Георгийдің анасы болып шығады екен. Анасы сол біраздан кейін ұлын тауып келіп тұр екен. Сол себепті айтады, сол жаңағы түсіндіргеннен кейін ұлы айтыпты, бұл менің анам ғой дейді. Неге кіргізбегенсіздер деп айтып сұрақ қояды. Содан кейін өзін жаңағы туған негізінде жас кезінде анасы ұлын тастап кеткен болатын. Сол себепті ол біраздан кейін оралған соң сол анасын көріп қатты қуанып
өзінің сол анасындай, туған анасындай көріп, біраз жылдар бойы екеуі бірге өмір сүріп, бірге қартаяды екен анасымен. Көп рахмет, Сабина. Өте жақсы, жарайсыз. Ағылшын тілінде қай деңгейдің кітабы бұл? Бұл кітаптан мен жақсы бір ой түйдім. Яғни адам қандай болса да оның жағдайына қарамай, адам кеңпейіл болу керек. Әрқашанда құшағы ашық болу керек. Адамгершілікті ұмытпау қажет. Өте жақсы, жарайсың. Сабина, сізден сұрағым келіп отыр. Ағылшын тілінде кітап оқуды қай кезден бастадыңыз? Мен бірінші сыныпта негізінде сол бірінші сыныптан қазіргі 5-ші сыныпқа дейін ағылшын тілін сол зерттеуден қалып жатқан жоқпын. Көптеген сол қосымшаларға барамын, сол аударуға тырысамын кітаптарды. Өте жақсы, жарайсың. Сенің осылай ағылшын тілінде кітапты оқып, қазақша таныстырып жатқаныңа қуаныштымыз. Сіздердің Сабинаға қоятын сұрақтарыңыз бар ма, оқырмандар? Жоқ, барлығы түсінікті, өте күшті кітап екен. Жақсы. Сіздерге де ұсынысым, Сабина сияқты кішкентай осындай төменгі деңгейдегі ағылшын тіліндегі оңай кітаптарды оқып, үйрене бастаңыздар. Тілдеріңізді жаттықтырасыздар, әрі оны қазақ тілінде айтсаңыздар, жақсы болады деп ойлаймын, иә? Рахмет, Сабина. Ары қарай жалғастырайық. Ерсұлтан, дайынсыз ба? Сіздің кітабыңызды тыңдайық. Жарайды. Менің кітабым ол Гарри Поттер. Ерсұлтан? Интернет әлсіз болып тұр ма сізде? Әлсіз болып тұрғандай сияқты. Сөйтіп оны туысқандарына апарады да, ол сол жерде 11 жыл тұратын болады. Сөйтіп бір күні оған хат келеді. Хогвартс мектебінен хат келеді екен. Сөйтіп оның ағасы Вернон деген, оны оқуға рұқсат бермейді екен. Сөйтіп ол бірнеше күн сол хатты оқи алмай, сол хатты оқи алмай қиналып жүрді. Сөйтіп бір күні көбірек хат келеді да, сөйтіп оны тағы да оқи алмай қалады. Оның үйіне тағы көбірек хат келеді. Сөйтіп оны да оқи алмай. Ерсұлтан, бұл хаттардың бәрі қайдан келіп жатыр? Бір күні Хогвартс мектебінен. Иә. Жақсы, Ерсұлтан, біз бұл кітаптың өте көлемді кітап екенін білеміз. Мен сізге бірнеше сұрақ қояйын, иә, соған жауап берсеңіз. Хогвартс мектебі деген не? Жалпы енді Гарри Поттердің мүмкін осы жерде фанаттары бар шығар, мүмкін жоқ шығар. Сол туралы айтыңызшы, Хогвартс мектебі деген. Хогвартс мектебінде заклятиямен және магияларды үйретеді. Басында оларға Диагон аллея деген жерден палочка сатып алу керек еді да. Сосын олар сол мектепке кіріп оқи алады. Сол жерде магиямен заклятие үйретеді. Хогвартс мектебі сиқырға үйрететін мектеп. Сиқырға үйретеді, иә. Және тағы бір сұрағым бар. Қоя ғой, Қадыржан.
мұғалім мен анау інім де оқыды осы кітапты. Жақсы. Қадыржан Мен сұрағын оқыдым. тыңдайық. Мен осы Гарри Поттердің барлық жолдарын, нелерін телевизорден көрдім. Енді сұрағым, Гарри Поттердің ең басты жауы кім болған? Басты жауы Лорд Волан-де-Морт. Өте жақсы. Рахмет Енді балалар. жақсы Енді қиындықтар мына туындап жатыр Ерсұлтанға иә? бір сұрақ қойып жіберсем. Ерсұлтан, сіз енді кітабын оқып тұрсыз ғой. Фильм мен екеуінің арасындағы қандай айырмашылықты байқадыңыз? Соны айтып жіберсеңіз. Фильмда негізі кітап үлкен болғандықтан оны қысқартып қылып түсіреді. Және кейбір жерлер өзгертілген. Осы Гарри Поттер туралы оқиғалар адамға қандай тәрбиелік мән береді деп ойлайсыз? Қандай пайдасы бар деп ойлайсыз? Хогвартста тыңдау керек деген ой бар да. Үлкендерді тыңдау керек деген ой бар. Соны айтқым келді. Тәжірибесі көп адамдарды ақылына жүгіну керек деп ойлайсыз, солай ма? Иә. Рахмет. Балалар, біздің 4 минуттай ғана уақытымыз қалды. Сондықтан Баубекті тыңдайық. Егер уақытымыз жетпей қалса, қайта қосыла жатармыз, иә? Баубек, сізді тыңдайық. Сәлем достар. Мен бүгін сіздерге Джек Лондонның «Зов предков» атты кітабын таныстырамын. Бұл кітаптың басты сюжеті Канаданың Аляскаға жақын Юкон деген аймағындағы золотая лихорадка еді. Золотая лихорадка деген адамдар ол жаққа алтынды табуын испытать удачу деп, олар мыңдаған болып келетін еді. Және де бұл роман родасын итеді. Ал ол болса Калифорниядағы жаңағы Миллер атты ең ауқатты адамдардың бірінің үйінде тұратын. Ол қазірше айтқанда вилла сияқты особняк еді, үлкен. Және де қожайынына байланысты ол аумақтағы көптеген адамдар оны құрметтей білетін, және де ол жақта өзін патша, ханзада ретінде ұстайтын. Бірақ та бір күні оны Миллер мырзаның үйіндегі бір жұмысшы оны жаңағы Аляскаға сатып жібереді, $150 ма солай өте көп ақшаға. Одан соң ол пойызбен Канададағы Юкон аймағына келеді. Бұл жақта оны ең алғаш рет өмірге деген талпынысын оятады. Өйткені бұл жақтағы көп иттер өмірлерін сақтап қалу үшін өздерінің соңғы қасық қаны тамғанға дейін күресуге оны үйретеді. Және де оны почта таситын шанамен ол жегіліп почта тасыған болатын. Және де ол 1-2 аптадан соң ол тез емделіп кетеді. Оның қожайыны қара нәсілді Франсуа мен оның құрбысы Перо еді. Және де оның қожайындарын көңілінен шыққанын көре алмаған, орысша айтқанда шпиц деген вожак, оның жеңетте жаңағы вожагы болады жаңа жердің. Одан соң олар ары қарай жүре береді. Одан соң олар ерілген аймаққа жеткізеді. Бірақ та өкінішке орай олардың маған жаңағы екі қожайыны оларды тастап басқа бір қожайынға сатып жібереді. Ол қожайын болса бір аймаққа бармақшы болады, ол Шотландиядан келген болатын. Ол бірақ та өте жауыз еді ол кісі. Ол иттерге 2 күн ғана демалдырушы еді. А олар болса 2 мыңнан астам миль жүрген еді, километр. Одан соң олардың арттарынан
Джон Торнингтон деген атты бір адам келеді. Ол жаңағы аймақтағы бір қарайда тұратын еді, және де ол өз мылтығымен келіп жаңағы патландыққа ауыз бірге алып кетеді Джон Торнтон. Одан соң ол өзінің бек болса, ол өзінің қожайынына ұнап қалады, және де ол Қазір 1 минут өзіне Баубек. қалдырады. Қазір біздің конференциямыз Иә. аяқталып қалады. Қайтадан ссылкаға өтіп қосылыңыздар. Сосын қорытындылап аяқтаймыз, жақсы ма? Бәріміз қазір ссылкаға қосыламыз да, қайтып қосыласыздар, жақсы ма? Жақсы. Хорошо. Жарайды апай.